Барлықтарына сәлем. Бізде бүгінгі үй тапсырмасы осы нәрсені жасау қажет болды. Мен негізінде полный қалай жасалғанын полный түсірген болатынмын 3 күнге бөліп, бірақ ол өкінішке орай YouTube каналына салынбады. Сондықтан осылай түсіндірме түрінде түсіруімге мәжбүр болдым. Енді менің жасаған нәтижемде осындай нәрсе шықты, ал негізгісі осындай болды. Енді мына жақта мен бірінші body бердім. Бұл жақтарда осындай font family, яғни шрифтін таңдадым, background бердім, сосын margin, енді любой нәрседе өзінің margin болғандықтан margin 0 болсын дедім. Яғни арасындағы арақашықтықтар болмасын деп. Сосын енді, конечно, color бердім. Сосын мына жақта app дедім. Бұл жақта ең бірінші мен осындай div класс қолданған болатынмын, app деп. Яғни бұл жақта біз максимальный ұзындығын бердім, сосын margin бердім, display grid бердім, сосын grid template columns бердім. Енді бәрібір тапсырма бізде grid арқылы орындалу керек болғандықтан, сосын padding бердім. Сосын sidebar дегенді, мінекей оны мына жақтарда тағы да класс беріп sidebar бердім. Оның ішіне мен не қолдандым? Background бердім, padding бердім, border radius бердім. Енді шеті круглый болып тұру үшін минимальный ұзын несін бердім, енім бердім, сосын border бердім. Чтобы қасында кішкене бұлай выделяция етіп тұру үшін. Сосын мынандай brand деген класс бердім. Brand деген класс бердім. Одан кейін оған display flex бердім. Тапсырманы флекспен де орындадым. Сосын aligned items-пен ортада тұру үшін центр қойдым. Сосын енді gap араны төрт жағынан да, любой нәрсені төрт жағынан да осындай арақашықтық болу үшін gap бердім. Сосын margin button бердім. Одан кейін logo бердім. Бұл жақта ұзындығын, енін, сосын шеті круглый болып тұру үшін таңдадым. Сосын background жасыл қылдым. Сосын аяқта display line grid бердім. Сосын ортада тұру үшін центр бердім. Place item бердім. Егер бұны апсысам, бұл ортада тұрмайтын болады сондықтан. Сосын color ақ түс таңдадым. Font weight таңдадым. Кішкене үлкен болу үшін. H1, H2 мен бұлдай қатты үлкен болмайды. Сосын меню, яғни бұл менюға мен margin топпен өзінен 14 пиксель бердім. Сосын неяқта меню button болды. Бұл жақтарда мен, как обычно, background, color, font weight барлығы түсінікті. Border radius бердім, padding, border, weight, gap, aligned items, центрді ортада тұру үшін, display flex қатар-қатарына шығу үшін, flex орындалу үшін. Сосын tags-пен тегтарға, тегтар кішкене осының қасында margin топпен жоғары қарай көтердім. Сосын tags H3-пен мен несін, мынау үлкен болып, шрифт үлкен болды, соң күшейту үшін H3 бердім. Сосын тағы да енді не айтсақ болады. Мына нәрселер домалақтар болу үшін tag count қолдандым. Осының арқасында осындай дөңгелектер шықты. Дөңгелектерді орындадым. Сосын headerға display flex бердім. Сосын justify content бердім, space between, чтобы бүкілі қатар-қатарын нандай болып тұру үшін. Light items пен ортада тұру үшін жасадым. Bottom. Одан кейін карточкалар орындалу үшін мына жақта мен ең бірінші bookmarks деген стиль бердім. Сосын енді бір картаны істеп алдым да, қалғандарын сол карта сияқты қылып жасадым. Бұны стиль беріп жасап жатқам, сосын кішкене өзіме ыңғайсыз болды, сондықтан ары қарай осылай жасауға тура келді. Бірінші div класс аштым, одан кейін оның былай тұру үшін осындай өзінің нелерін беріп шықтым. Weight бердім, background бердім, border бердім, border radius бердім, padding бердім, box shoulder бердім, тень болу үшін чуть-чуть. Display flex бердім, flex direction column бердім, gap бердім. Сосын енді одан кейін display flex пен justify content space between light items центр бердім. Потому что бұл бұлай осылай қатарына орындалу үшін. Сосын ары қарай өзін мына нәрселерді скриншот арқылы жасадым.
имидж қойып, ал мыналардың бүкілін қалғандарын как обычно параграфын текст жаздым. Мыналарды да параграфын текст жазып шықтым спанмен. Бұны былай ерекшелендіріп жаздым. Мыналарды спанмен ерекшелендіріп жаздым. Енді мынаны мынандай сайттан алдым. Көрсетем. Спецсимвол HTML арқылы осындай нәрселерді қойып жаздым. Ары қарай барлығы түсінікті болды.